Сәлеметсіздер ме? Каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода әлемдегі ең дәмді, ең жұмсақ синнабонның оригинал рецебімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ең алдымен жылы сүтімізге бөлме температурасындағы сары май, қант, дрожжи салып аламыз. Менде құрғақ, тез әсер ететін дрожжи, ашытқымыздың срогына да мән беруді ұмытпаңыз. Бұл синнабонның үстіне карамель немесе фисташки жаңғақты күтіп сепсеңіздер, өте әдемі әрі ерекше дәмді болады. Мен карамельмен жегенді ұнатамын, сіздерге де кеңес беремін. Алдын ала електен өткізіп дайындап алған ұнымызды қосып, араластырып аламыз. Жұмсақ әрі қолға жабыспайтын, өте нәзік қамырды илейтін боламыз. Соңында 2 қасық сұйық май қосып, май сіңгенше тағы аздап илеп жіберетін боламыз. Бетін жауып жылы жерге көтерілгенше қоямыз. Қанша уақыт тұруы сіздің ашытқыңызға байланысты. Менде срогы жаңа, жылдам әсер ететін ашытқы болғандықтан 1 сағатқа жетпей көтерілді. Кішкентай ыдысқа жұмсарған сары май, қант, корица қосып араластырып аламыз. Майды жеке, корицаны жеке жағып жатады. Сіздер осы әдісті қолданып көрсеңіздер, екеуі де біркелкі болып жағылатын болады. Жақсы көтерілген қамырымызды алып жайып аламыз. Қалың болмауы керек, шамамен 1,5-2 см болса жеткілікті. Жайып болған соң дайындап алған салмамызды салып, тегістеп жайып шығамыз. Тестамыздың астыңғы бөлігі жабысып қалмас үшін ұн себуді ұмытпаңыз, сонда еш қиындықсыз орай аласыз. Шетін жабыстырып аламыз, ол тегісі піскен кезде білінбей кетеді. Үлкен пышағыңыз болса, бөліп алсаңыз болады, көзбен өлшеп немесе жіп арқылы кессеңіз болады. Яғни сіздер пышақтың көмегінсіз жіппенен кессеңіздер, мына көтеріліп тұрған біздің домалақ пішіндес болып тұрған синнабонымыз домалақ күйінде қалатын болады. Егер пышақпенен кесетін болсақ, біз домалақ пішінін құртып алатын боламыз. Противенге пергаментіне бумагамызды төсеп алып, үстіне тізіп шығамыз. Пергамент болмаса, аздап майлап пісіре беруге болады. Синнабонның үстіне аздап сүт құйдым, бұл міндетті емес. Креміне кез келген кремді жасай аласыз. Дайын болған кремді үстіне жағып, ұсына беруге болады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер видео ұнаса, лайк басып, парақшама жазылуды ұмытпаңыздар.